100 жасаған абыз Ұлы Отан соғысының соңғы сарбазы, шаһардағы жалғыз майдангер Әбдірахман Бәйтіков ақсақал 100 жасқа толды. Ғасыр ғұмырдың есіне сәлем бере барған қала әкімі Нұржан Ахатов, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев және қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Шакизат Төребаев жаужүрек жауынгердің өнегелі өмір жолы кейінгі буынға үлгі екенін елеп, қазақы дәстүрмен иығына серілі шапан жапты. Сонымен қатар қарттарымызды қазынамыз деп құрметтейтін аймақ басшысының арнайы құттықтауын жеткізіп, 1 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Қарт майдангер өз кезегінде сый құрметке ризалығын білдіріп, егемен елімізде ендігі жерде сұрапыл соғыс болмай, бейбіт өмір, береке, бірлік әкелсін деп ақ батасын берді. Қызметтерінде абыройлы болыңдар. Балдарының рахатын көріңдер. Өскен, өнген отбасы болыңдар. Рух пен намыстың, батырлықтың белгісінде болған Әбдірахман Бәйтіков 1924 жылдың 27 қарашасында Қызылорда қаласында дүниеге келген. 1930-1934 жылдары Өзбекстанның корпоратив колхозында 7 жылдық мектепте білім алып, 1942 жылы Қызылорда қаласындағы мұғалімдер техникумына түскенімен оқу бітпестен әскер қатарына шақырылған. Ол 1942 жылдың аяғында Түркменстанның Ашхабад қаласына кіші командирлер дайындайтын курсқа жіберілді. Алайда соғыс жағдайы оны аяқтауға мұрша бермеді. Бар жоғы 18 жастағы жігіт Курск Орел қаласының Курск 9-тағы Петр бөлімде жаяу әскер қатарында оқ пен оттың арасында отан үшін жанқиярлықтың ерен үлгісін көрсете білген. 1943 жылдың тамыз айының аяғында Курск 9-сында ауыр жарақат алып, 1944 жылы 20 жасында екінші топ мүгедегі болып елге оралды. Соғыстағы ерлігі үшін Совет одағы маршалы Жуковтың екінші дәрежелі және мерекелік бірнеше медальмен марапатталған. Соғыстан кейін комсомол совхозында 30 жылдай қой фермасында колхоз кеңсесінде есепші болып 1985 жылы еңбек сіңірден шыққан Әбдірахман ақсақал марқұм жұбайы Әбуова Кеңескүл екеуі 10 бала өсіріп, олардың жоғарғы білім алуына қажетті жағдай жасаған. Бүгінде перзенттерінен 40 немере, 6 шөбере сүйіп отыр. Қадірлі әкеміз Ұлы Отан соғысының ардагері Бәйтіков Әбдірахманның 100 жасқа толған тойын атап өтіп жатырмыз. Құдайға шүкір. Ол кісі әкеміз ғой, 18 жасында соғысқа барып, содан жарақат алып, Курскінің түбінде, Курск дугасында 6 ай госпитальде жатып, Свердловскінің түбінде 2-ші группалық инвалид болып оралған. Енді бізге не көрсін деп, ненің жарығын көрсін деп, Алла тағала қайтарған шығар, аман есен. Әйтпесе әкеден жалғыз ұл болған, қыз жоқ, басқа жоқ, жалғыз ұл болған, бізге жеткізсін деген ғой енді. Рахмет, 9 май болып жатыр, туған күн болып жатыр. Барлығында әйтеуір жан-жақтағы ағайын туыс қалмалап келіп құттықтап, әкімшілікке рахмет, қалалық әкімшілікке, облыстық әкімшілікке әйтеуір құрметтерін көрсетіп, қолпаштап жатыр. Бәріне алғысымызды білдіреміз. Жеңісті жақындату жолында жан аямай шайқасып, бейбіт күнде ел берекесін қаласқан майдангер үлкен шаңырақтың бақ айналып қонар қасиетті тұғыры, берекесі мен ұсыны, ақыл-күйі мен тілеу қоры. Назгүл Қаштап, Ерлан Жұматаев, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.